сабақтастық жылулықты көрсететін суреттер болсын деген болатын. Сөйтіп бір сурет бар еді, салынған ол мектеп кезінде жаңа балалар көркемөнер сурет мектебінде. Ол жерде біздің дәстүрлі киіз үйлеріміз бар, дәстүрлі апа әжелеріміз арнайы киімді және оның немелерін бірге шашып отырған. Сол отбасының бірлігі және біздің отанымыздың тарихын көрсетпекші болдым. Мынау енді суреттерге тағы тоқталайық. Суреттерге көзім түсіп кетеді. Сен жаңа келген кезінде бірден мына кісіні тани қойдың. Иә, өзім қазір көріп жатырмын, киносының кітабын оқып қойдым да. Екінші бөлімде кітабын бітірдім, бірақ киносының 2-ші сезонына келдім 6-шысына. Сондықтан сразу көзіңе. Иә. Өте жек көремін осы кісіні. Бірақ қойдым. Оттай басылды ғой. Ал мен көзіме оттай басылды. Кейін мына бір көзіме нормально түсті да. Қыздардың арманы десек болатын шығар, мына суреттерді. Жас қыздардың арманы. Кәрістің жұлдыздары, жарық жұлдыздары. Грэммиді бағындырып отыр. Бұны арнайы бір жерге қарап салдыңыз ба, әлде өз ойыңыздан ба? Олардың беттерін арнайы суреттерге қарап отырдым, бірақ әрине міндетті түрде өзгешеліктер қостым, фонын, артқы жағын өзім ойынан салдым, және олардың орналасуы негізі бұлар мүлдем екі әртүрлі. Джочета деген арнайы өлең болады, Шуганың өзінің, сол композицияда сол жақтағы суреттерді салдым. Иә, өзім орналастырып фонмен, бірақ олардың беттері, мына киімдері сол суреттен қарап алынған болады. Және міндетті түрде жарықты ойнау керек болды. Физикалық тұрғыдан дұрыс сәйкес келгеніне. Мына жерге шар бетіне түсіп тұрған секілді. Мына жақтан түскен, екеуінде де бір жақтан түскен. Қараңғылық мына жақтан. Неге артынан писарып алып тұр дейді? Ол өлең клипінің өзінде сол жақта көрсетілген. Ол өзінің екі әртүрлі адам секілді да. Өзінің өзі. Бір адам, бірақ өзінің ішкі қарама-қайшылықтың бетпен-бет келгенде ма сондай болып тұрды да ол жақта. Соңында бұл келіп мынаны атап, соңында мен осы суретте көрсеткім келді. Кірістерде көбінесе мысалы ежелгі адам және қазіргі соның адамы деген сияқты көп кино болады ғой, соның жанрында түсірілген нәрсе болып тұр ғой. Тарихи және қазіргі деген. Форма десең. Мынандай бір суреттер. Өте ерекше сурет. Бұны тек қаламмен салғысы? Иә. Себебі бізге берілген тапсырманың өзі сондай болды. Бұл жерде адамның денесі. Иә, гипстен жасалған бейнесі. Гипстен жасалған денесіне қарап отырып салдыңыздар. Негізі қаламмен салған оңай ма, әлде гуашь болмаса тағы да басқа бояулармен ба? Егер тез сурет салу керек болса, қалам ең жақсы. Міндетті түрде әрдайым қолдап жүреді. Ал егер жарықты жақсы көрсету керек болса, мұна акварель гуашь маған қатты ұнайды. Мына жерде мысалы жарықты керемет көрсеткенсіз бір жағынан. Былай қарасаң, ақ қағаздың өзі, бірақ үстінен ақ бірдеңе түскен сияқты, иә? Бірақ негізі қағаздың өзі. Бізде суретшілерді мұғалімдеріміз айтады, ақ қалам қолданбаңдар деп. Сондай ережелер болады кей-кездері. Мына жерге вообще ақ қалам қолданбаған жоқ. Қағаздың өзі. Бұлай бүйтіп қарасаң білінеді, ал мына жақтан бүйтіп қарасаң білінбейді. Қарасаң, кәдімгі адамның денесі сәл бері шығып тұрған сияқты, иә? Сәл алыстан қарасаң. Ол себебі егер артқы жағын қарайлатсақ, мынаның өзі бізге ақ болып көрінеді. Түстермен ой, түс теориясы. Тамаша. Негізі қазір енді бастап келе жатқан суретшілер бар ғой. Олар қаламмен салған дұрыс па, енді болашақта пайдаланбай, өшіре алмай қалып иә? Мен ойымша, қолыңа не түссе, соларын сала бересің ба, жасай бер деген мен айтуымша, себебі өнер әр жерде көрінеді. Ол тек қаламмен қат қалсақ та болмайды, себебі адам дамуы қалуы мүмкін. Және суретшілердің өздерінің қалауы өте әртүрлі болады таңған. Сондықтан мен оларға тек бір нәрсе қадал деп айта алмаймын. Ал өзіңнің жанрың қандай? Қай бағытта өзіңе жамбасыңа, оң жамбасыңа түп түсетін? Маған реализм қатты ұнайды, себебі енді жалпы мен ойымша, егер сурет болса, сурет шынайылықты көрсету керек. Тек мен ойымша, бірақ кубизм, ренессанс, авангард олар да қатты ұнайды. Маған негізі бәрі ұнайды, бірақ өзіме жақын ол реализм. Себебі мен бір зат бар. Реализм ба? Иә, бұл реализмге жақындап келген. Себебі міне оригинал туындысы бар, өзі шынайы. Соған қарап, мен қарап саламын да, өзгертуге кейіп жіберемін. Және адамдар көре алады, менің дәрежем өсті ме, өспеді ме. Және мен өзім осындай майдаланып, шұқыланып отырып салғанды қатты ұнаймын. Кейбір суреттер
3 күндей 4 күндей салып отыра бере аламын мен. Себебі өзім қызығушылық танытамын. Себебі ол кезде көп ойланамын, сондықтан бірнеше рет ойланып, мысалы бірде сен бастап келе жатсың, ертесіне ұйқыдан тұрған кезінде ойыңызға басқа нәрсе келді. Өзгертіп тастауыңыз мүмкін бе сол бастап келе жатқан суретті? Иә, кей кезде болады. Бір суретті 6 рет, 7-8 рет қайттан салып тастауым мүмкін. Толығымен жағып қайттан салайын. Толығымен жағып қайттан саламын. Маған ұнағанша дейін сала бересіз. иә, сала беремін. Негізі шабытты неден аласыз? Шабытты әр заттан аламын. Бір мысалы, бір ғимаратта жүріп бара жатқан кезінде жерде кафельдің болады ғой, бір жерінде трещина болады. Сол тесіктің силуетіне қарап, мен адамның бетін көруім мүмкін, бір кейіпкер немесе ұшақты көруім мүмкін, немесе мультиктердегі бір кейіпкерлерді көріп қалуым мүмкін, солай. Немесе мысалы ата-анам маған сорпа дайындап береді, сорпаның өзіне қараймын, оның түсі керемет. Картоптың, пияздың орналасқан жері, фактурасы, пішіні қатал ұнап қалады. Сорпа 1 сағаттай қарап отыра аламын. Сөйтіп ойыма қарап, картоп маған ұқсайтын екен, осылай салсам қалай екен, картоптың түсі мына жақта көгілдір екен, сол көк түсті мынандай қылып қолдансам қалай екен деп ойланып қаламын. Мен тағы дизайнер болғым келеді. Бірақ дизайн дегенде тігу емес, конструктор. Ана эскиз салатын сурет художественный. Үйде өте көп эскиздерім бар. Сол эскиздерім жүріп барады, мына жақтағы пуговицаны қарап қалуым мүмкін. Сөйтіп соған бір көйлек ойлап қалуым мүмкін. Немесе жаңа айтқандай, үйде нан тұрады столдың үстінде, сол нан қарап, осындай киім етсем, осындай фартук етсем, немесе рубашканы осыған қарап етсем, осы түсін қолдансам екен деп. Мына жерге нанның кие керекте суреттер болады ғой. Сол суретті бір басқа затқа ұқсап қалып, тиынға ұқсап қалуы мүмкін. Джек Воробейде арнайы тиындар бар ғой. Соның суретіне ұқсап қалуы мүмкін да кейде. Сөйтіп соған қарап, рубашканы мына жерге қолдансам, шапка етсем деп ойлап қалады. Сондықтан әр көрген нәрседен шабыт ала беремін. Яғни басқаша көзбен қарайын дейсіз ғой, иә? Қарапайым заттарды басқаша көзбен қарап, оны әсерлі, әдемі ете аласыз. Иә. Тамаша. Осы бізде көбінесе суретпен, шығармашылықпен айналысатындардың көбісі Алматыға қарай, жаңағы Астанаға қарай, темірбек жүрген университетіне немесе Шапот университетіне қарай жылжып жатады, сондықтан тәжірибе алып. Барғанда айтып еді. Ал сіз ойыңызда бар ма? Иә. Шетелге кетіп ойым бар. Мен уже оқып келген болатын. Академия ұтқырлық бағдарлама бойынша Польша елінде. Одан кейін міндетті түрде Франция елге барғанмын, Германия және Чехия елдерінде де болып келгенмін. Сол жерді көріп, ол жерде осы шығармашылықты құрметтейді, бірақ ол жерде ақша бойынша көбірек табыс табуға мүмкіндігі көп. Сондықтан шетелге барып келіп тұрып, үйге қайтып келіп тұрғым келеді. Үйім Қазақстан, себебі Қазақстанда мен еш жаққа ақша тауып Қазақстанға жаратамын дейсіз бе? Себебі шетелде жүрген кезде мен үйімді қатты сағындым, Қазақстанды қатты сағындым. Сөйтіп Қазақстаннан ұшағым шыққан кезде жылағым келді, сөйтіп қайтып келген кезде ұшақ Қазақстан еліне өткен кезде қуанып, сөйтіп Алматы аэропортында мен үйдемін, алақай деп қуанған болатын. Сондықтан мен түсіндім, мен шетелде тұра алмаймын, мен тек шетелге бір айға командировка секілді барып келемін, бірақ міндетті түрде Қазақстанға қайту керекпін. Тамаша, мынау енді қазір суреттеріңізге бір тапсырыстар түсе ма? Портрет салып бер деген сияқты, болмаса үйге бір әдемі сурет салу дейтін сияқты. Түседі, кей кездерде түседі. Мен танитын адамдардан түседі. Әрине жақындарға баға салсам да бөтен бір үлкендеу мұғалімдер болса тегін етіп беремін дегенде болады. Көбінесе міндетті түрде портрет. Міндетті түрде портрет айтады. Маған портрет керек, мен ана бір туысқаным туған күні еді, мен туған күнім еді, мен күйеуге тиген едім, ана мына деп. Мақұл, жарайды, салып беремін, маған тек айт, уақытын айт, суретін бер, мен саған салып беремін деп. Салып беремін. Без проблем. Өзіңізге осындай үлгі тұтатын суретші бар ма? Үлгі тұтатын ол Клод Моне и Мане бар. Еще Айвазовский бар тағы. Оның ана мұхиттарды салғаны, теңіздің өте ұнайды. Бәрін керемет көрсеткен отыр.
және міндетті түрде Леонардо да Винчи, Микеланджело, Пикассо да ұнайды маған. Және өте басқа да көптеген суретшілер, міндетті түрде біздің қазақта суретшілер ұнайды. Ең бірінші қасиеті солар ұнайды. Және заманауи Википедияға кірсек те болады, Гуглға кірсек те қазақтың суретшілері дегенде көбісі шығады. Солардың керемет суреттері шығады, солардың өздері ұнайды. Маған қатты. Карикатура жағынан қалайсыз? Карикатура ол да ұнайды. Бізде чтение сабағы болған болатын. Бірақ міндетті түрде жазу арнайы бізде тақырып болған. Және соған байланысты басқа да сабақта болған. Тек қаламмен арнайы штрих, сызықтар, дудлинг деген нелердің болды, салу. Және бір студент болған, мен өзім мектепте оқып жүргенде, ода да сондай тақырып, өзі дизайндалған, маған келіп салып берші дейтін, маған сабақ барады, ертеңге тапсырып өзі салмайды ғой. Себебі ол гуманитар жағынан жақсы да, мен керек болды. Мен келіп оған айда давай салам, мен қандай тақырып береді, мұғалім не деді, әкеліп бері деп. Ол жақта да дизайнерлерде сабақтар басқаша, тақырыптар да басқаша. Олар көбінесе карикатура сұрайды. Соны салып отырған болатын. Ол да ұнайды маған. Сыныптастарыңызды жаңағыдай карикатурамен кішкене әзілмен қосып, солай құттықтаған деген сияқты нәрселеріңіз болмай ма? Карикатурамен әзілдеп құттықтаған деген енді кішкене әдемі еді ғой. Иә, бірақ өкінішке орай болмады. Мен ойымда да келіпті ол, бірақ кей кезде болады, бірақ мен сені былай салдым, мен сені олай салдым деп былай көрсетіп жүремін. Ей, неғып мен сала аласың деп, қойсайшы әдемісің ғой деп. Мынау енді мындай бір нәрсе бар ғой, әрбір өнер адамдары өзінің өнерінен ләззат алады. Сурет салғанда қандай ләззат аласыз? Ең біріншісі ол түстер, маған түстер қатты ұнайды. Олардың түс теориясы дейді ғой, олардың бір-бірімен қосылуы, айырмашылығы және жарықтың түсуі, соны қатты қарап тұрып, неткен керемет түс, мен бұны салғым келеді деген ойлар болады. Және пішін берген кезде, егер мен қалаған затымды шынайы қылып пішінді бере алсам, мен өте қолынан басынан, себебі қолым бір нәрсеге жарайды деген болады да ойым. Сонысын ләззат алдым. Және егер суретшінің де жарық көзге көрінетін болып түссе, адамдарға ұнап атса, бұл маған да енді ұнайды. Егер адамдар болады деп аяғандықтан айтса, ішімнен жылаймын да барамын суретімді қоямын, қайтып саламын. Адамдарға ұнағанша дейін сала беремін мен. Сондай әдетім бар. Соның арқасында мен ләззат аламын. Бір өмірімді құрып босқа кетіріп атқан жоқпын, бір нәрсе жасап атқандай, бір нәрсеге талпынысым бар, күшті әдемі етіп жатырмын, адамдардың көңіл-күйін көтеруге бір ықтимал етіп алдым дегенде ойлар болады. Сонысы маған ләззат береді. Бір суретшімен сөйлестім да, айтады, сурет салдым, салғаннан кейін өзің туындың, өзің балаң сияқты дейді. Оны біреуге беруге қиясын тізеді сонасыз болды. Иә. Әрдайым, әр сурет салған кезде, егер сурет әдемі шықса, бергім келмейді, әрі кетсе. Иә, рамка іліп қойғым келеді, бірақ өзім қараған кезде қонақтар келсе, мен былай салдым деймін да, сен айнаға қойып қоямын, ең басы құртылмасын деп. Керек болса, егер біреу бермейміз десе де, мен ұрлауға да дайынмын өз суретімді. Сондай да жағдайлар болды. Әдемі ғой деп алып қоятын. Мен біліп тұрған, себебі олар әшейін қояды жоғалып болды. Оларға ол керек емес, бірақ ол бұл менің балам. Мен талай уақыт құртқам, жасымды құртқам, уақытымды пот дегендерім терімді құртқан болатын. Сондықтан ұрлаған болды бір әдемі суретімді. Өзі талай суретін алған болатын, тек сол ең ұнайтын суретім ғана қалған екен. Қой құрыпсын, жоғалмаған кезде алдым, қайтып берем дедім да, ақырында қайтарып алдым. Арнайы папкаларды жақтырып, мен балам секет қараймын, көзім жайнап тұрады да, енді қайтып саласың кетіп. Бұрынғы естелік суреттерді ашып, мына мен салған ба деген сияқты нәрселер болатын шығар, иә? Жаман суреттерім болса да міндетті түрде сақтайды, себебі мен міндетті түрде есіме бірінші келу керек. Мен бұны туа салып әдемі салған жоқпын. Мен жаман суреттен бастадым деп өзіме айтып отырамын. Сондықтан егер бір жер қайтып кетсе, нормально деп қоямын. Бірақ кейін келіп қайттан келіп ұнамайды деймін де, келесі күні қайттан жеңмеймін, әдемі болған соң болды деп қоямын. Сондай бар. Негізі шабыт көбінесе түнде келе ме, әлде күндіз ба? Түнде. Түнде келеді. Ойдың бәрі түнде келеді. Өзімде де күн азаннан түнге дейін кешке дейін жүремін, ұйқым келеді, қашан үйге барамын деймін, түнге таман. Мен ананы салу керекпін, мен мынаны салу керекпін, мен ана жаққа бару керекпін деп отырамын. Кей кезде ұйықтап бара жатқанда ойыма ана киімнің эскизі келді.
Ё-моё деймін. Сөйтіп тұрып, жарықты қосып, әжемен қазір салып болайын деймін. Түні бойы салып отырамын. Сөйтіп киімнің эскизін үлгісі салып болған соң ғана жатамын. Кей кезде болады, ұйықтап баратқанда оянған, мен ана сурет салып бітірмедім ғой деймін да. Тұрамын, амал жоқ деп ұйықтап отырып сурет салып. Бірақ салу барысында оянып кетіп, ұмытып кетемін ұйқым келген. Сондай да болады. Тамаша, енді бізге берілген уақытты өзіме сәйкес доста көрермендерге айтарасыз ықылас тілектеріңіз болса, мархабат сөз кезек өзіңізге. Мен тыңдағандарыңызға көргеніңізге бәріңізге рахмет. Осы жаққа шақырғаныңызға менің құрметім өте үлкен. Және сіздерге беретін кеңесім, қай істі бастасаңыз да тастамаңыздар, бірақ демалуды ұмытпаңыздар. Мен секілді 2 күн бойы ұйықтамай сурет салып отырмаңыздар. Бірақ әрдайым әр заттан ләззат табуға сіздерге сәттілік тілеймін. Өмірдеңіз жайнай беріңіз. Тамаша, бізге келіп осылай сұхбат бергеніңізге, қызықтарыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілейміз, қаламыңыздың шыңдала берсін. Тамаша, осындай керемет туындылармен үлкен әлемдік деңгейлерге жетіп, біздің студияға қайтадан сізді көруге нәсіп етсін дейміз. Шымкенттің мақтанышы деп көрсетуді нәсіп етсін.